Маңызды дүниелер уақытылы қолда болу керек. Мысалы, ертең. Тиз, бір күн ішінде жеткізіп беретін маркетплейс. Ертең көріскенше. Жатарда ойлайм, тұрғанда ойлайм, орныма қоймайды, обал ойлар ай, орындамай қоймайм, орындамай қоймайм, Жатарда ойлайм, тұрғанда ойлайм, орныма қоймайды, обал ойлар ай, орындамай қоймайм, орындамай қоймайм, Аманжан есімім мен. Көбісі ойлайды сияқты мен Алматының баласымын деп. Мен алматылық емеспін есе. Мен Еуропадамын. Орал қаласынанмын мен. Жалпы Оралда болғандар бар ғой, Жалпы өмір бойы Орал қаласында болып көрмеген адамдар болса, сөзіме сене салыңыздар. Тонып тұрған Еуропа ғой анау кәдімгі. Әр көктем сайын Венецияға ұқсап кетеді. Биыл ұқсамаса екен деп отыр екенді. Бірақ Алматы қаласы маған қатты ұнайды. Өйткені Алматы қаласында мен студенттік уақытым қазір күшті уақыттардың бірі өтіп жатыр деп ойлаймын. Алматы қаласын ұнататындар болса шапалақ ұрып жібересіздер ма? Блин, күшті қала иә Алматы? Мен ойымша кәдімгі Алматы қаласы андай кайф қаландай. Жаяу жүруге арналған қала сияқты кәдімгі. Әсіресе Яндекс таксидің бағаларын көресің ғой. Бұл қала кәдімгі жаяу жүруге арналған екен деп қаламын мен. Алдында сөйтіп жаяу келе жатырмын, Төле би көшесінің бойымен. Сөйтіп өтейін деп жатырмын да, жолдан өтіп кетейін деп жатырмын да, алыстан байқап жатырмын да, Бағдаршам бітіп жатқанын. Бағдаршам бітіп жатыр деген түсінесіздер ғой? 2, 3 бітіп жатыр ол. Сөйтіп сол Бағдаршамға жақындаған кезде мен басыма ой келеді ғой. Блин, сәл жылдамдығымды қосып жіберсем бе екен деген. Сөйтіп тез өтіп кетсем бе екен. Әлде, в принципе, қайда кетіп жатқан 40 секунд дедім ғой. Жоқ қойыңыз да, қаям жеп жаяу. Келесі жасыл жанған күтем деп шештік, мына жерде адамдар тұр. И мына жерде менің жанымда, мына жерде бір ана тұр баласымен. Ана, бала. Сөйтіп сол жерде баласы жылап жатыр, короче, тоқтамай жылап жатыр. И бәрінің назары сол балаға бүйтіп мамасына бәрі қарап жатыр да. И мамасына да кішкене неудобно болып қалды да, жүйкесі уже кішкене нервничать ете бастап жатыр да, бәрі қарағаннан кейін. Сөйтіп бір шыдай алмайды да, в какой-то момент ана жылап жатқан баласына айтады ғой. Так, балам дейді ғой. Қазір бар ғой, блять, жылауыңды тоқтатпасаң, мен сені бар ғой. О, міне мына ағаға беріп қоям дейді, маған көрсетеді ғой, вообще не в тему. Ол сөйтіп істегеннен кейін менің миыма тағы да ой келді. Мен Алматы қаласында өз қарабасымды әрең асырап жүрген адаммын да. Онымен қоса, оказывается, тағы да бір баланы асырау керек екенмін ғой, Төле би мотозалкада кездестірген, блядь. Жоқ, думаю, не канает, болмайды олай, болмайды. Не істеймін біреудің баласын, да? Странно ғой. Еще когда ол мамасы баласына айтады, типа, қазір жылауын тоқтатпасам, мен сені наға беріп қоямын дейді. Ана бала жылауын тоқтатты. Маған қарады. Сосын пиздец жылайды ғой, Комплимент ретінде қабылдадым мен да. Мамасынан шаршаған шығар, обстановка өзгерткісі келіп тұрған шығар деп. Бірақ жоқ, мамасымен қалған дұрыс, менің не қатысым бар, Жалпы не үшін мен жаяу жүру, спорт жайлы әңгіме бастап кеттім. Мүмкін кейбіреуіңіз мені танитындарыңыз болса, өмірім өзгеріп жатыр қазір. Прикиньте. Алкоголь қойғаныма уже 1 жылдың көлемінде асып баратыр. Алкогольді қоя салып, бірден спортқа кіріп кеттім де, сөйтіп 19 айдың ішінде, жоқ, тіпті 16 айдың ішінде мен 19 килограмм тастадым, прикиньте. Ал егер қазақстандық маркетплейс тизді қолданған кезде, мен бір күнде тастайтын едім деп жегізбей ақ қойын, вообще тиздің қатысы жоқ қой мұнда. Бірақ егер сол кезде мен тизді біліп, өзім арықтауыма керекті назаттарды тапсырыс берейінші десем, бір күнде тегін жеткізіп беретін едім. Сөйтіп, сол кезде мен қазір 80 килограмм салмағым. Ол кезде осыдан осы 1,5 жыл үстінде 99 килограмм болып мен салмағым. 99 килограмм деген түсінесіздер ғой, 99 килограмм деген егер үстіне 1 килограмм қосылса, ол жаңа туып алған, жаңағы пілдің баласының салмағы да ол. Бүгінгі стендап жай ғана күлкі емес, ақпаратты алып келсін деген ниет қой. Просто
казгу бітіріп едім ғой. Дипломды осы жерде дәлелдейікші. Хотя бы. Сөйтіп 99 килограмм салмақ кезінде бетімін короче өте ужасный формада болдым мен. Бірақ сол кезде енді адаммын ғой, маған ұнайтын қыздар болды. Мен сол қыздарға жазып жүрдім. Бірақ ол қыздар қалай андай жұмсақ формада жауап берсем екен. Мен жазған кезде олар қотақ қоятын да маған. Барынша жұмсақ жауап беріп жатырмын. Барынша жұмсақ. Олар түсінемін мен не үшін жауап бергісі келмеген. Бірақ уақыт өте келе сол кезіндегі менсінбей жүрген қыздар, қазір қараңдар 16 ай өтіп, маған алдында өздері жазып жатыр. Прикиньте. Кезіндегі қыздар, бұрынғы қыздар, түсініп тұрсыздар ғой? Пас симплдың қыздары. Алдында бір қыз жазады, маған прикинь. Сөйтіп айтады, блин, Аманжан, сен қатты өзгеріп кетіпсің кәдімгідей. А чё біз до этого өйтіп жақын сөйлеспедік дейді. Мен ішімнен ойлаймын, көтіп өзің ғой жауап бермеген, бля. Бірақ өйтіп жазбадым. Просто аудиомен бүйтіп, блин, даже білмейді екен не үшін сөйлеспегенімізді деймін ғой. Онда олай болса жақынырақ танысайық дейді. Мен саған бір ғана сұрағым бар дейді Аманжан. Я говорю, смело айта бер, қандай деймін ғой. Қиын болмаса Аманжан, туған күніңді, туған айыңды, туған жылыңды жібересің ба дейді. Не үшін деймін ғой. Ол айтады, ну, мен вообще-то нумерологиямен айналысамын дейді. Типа керек десе, мен саған матрица құрап бере аламын дейді. А матрица менің сүйікті киномда ол. Жалпы сол сөзді естісем, менің ойымша явно топ нәрсе ұсынайын деп жатыр маған деген нәрсе. Бірақ мен маған бірден айттым негізі, магия цифрына, сандардың магиясы дегенге сенбеймін мен негізі дедім. Бірақ сосын ана 3 санды жібердім де айттым, чё там не айтып жатыр деймін ғой. Құдайдың өзі кешірсін, әрине. Бірақ давай біліп алайықшы, блядь, на всякий, да? Мүмкін Құдайдың өзі жіберіп жатқан шығар, далбойып қарап ал деп ше. Түзетіп ал өзіңді. Мен оны білмеймін ғой, иә? Сөйтіп жаңағы 3 санды алады, маған анализ жібереді ана қыз. Сөйтіп анализдің қорытындысы бойынша маған айтады, типа, блин, Аманжан дейді. Сен, оказывается, нарцисс екенсің дейді. Сен, оказывается, өзіңді қатты жақсы көреді екенсің дейді. Жұрттар сен жайлы айту керек екен дейді. Мен айтамын, я айтып мен жайлы, сосын деймін ғой. Сосын мен минустарымды бетіме баса бастайды ғой. И келіп тұр сол минус маған. Минус айтады, келіп тұр. Минус айтады, келіп тұр. Минус айтады, келіп тұр. Мен ойладым, неужели даже жұлдыздарда мен қотақ баскеті женелардың барлығы көрініп тұр ма не? Егер солай болса, онда мықты ғылым екен ғой. Мен менсінбей жүрсем. Сосын маған жазады, а сен қашан туылдың, Аманжан дейді. Мен айтамын, в смысле, қашан? Жібердім ғой міне, 3 қыркүйек деймін ғой. Жоқ дейді. Жоқ дейді. Ешқашан өмірімде ойламаппын. Концертте айтып келатқанда, аяу, дева екен деген да. Ешқашан ойламаппын осындай ситуация болады деп. Дева екенмін, иә. Сөйтіп жаңағы қыз айтады, жоқ, күнің емес, қай уақытта туылдың дейді маған айтады. Таңертең туылдың ма, кешке туылдың ма, түнде туылдың ма, қашан дейді. Я мен білмейді екен. Осы залда отырған адамдар кім конкретно қай уақытта туылған біледі, сол шапалақ ұрсыншы вот. Вот шапалақ ұрған адамдар. Сендердің памяттерің пиздес па кәдімгі. Туыла салып, бля, на всякий сағат қарап алайыншы, бля, біреу сұрап қалар деп, бля. Білмейді екен, мен есімде жоқ екен вообще. Есімде что-то туылдым, жылап жатырмын, мынандай бір нәрсе тұры, короче, мынаны кешіп жібересіз деп кешіп жіберді, короче, үстіңді жуды, жатқызды, болды. Басқа ішімде жоқ мен. Андай болмады екен, мен жатқызып жатқанда, ебать сағат айтып жүріңдерші деген, ондай болмады екен. Сендер мықты екенсіңдер, базар жоқ, біліп алдыңдар, ә? Қызық өмір өзгеріп жатыр, по идее. Ең жыртатын андай таныстарым ғой. Мен 99 килограмм кезінде танысқан таныстар, и осы жақында қазір көргенде, алдында бір танысым жыртады, короче, мені көріп қалды да, бірінші танымай қалды, короче. Бүйтіп қарап жатыр. Сосын. Я говорю, айтыршы, әрі қарай қандай сөздер бар деймін ғой. Бля, родной, сен қатты асып кетіпсің ғой, дейді. Ауыр жүрсің ба, ебать? Не болып қалды, дейді. Или чё, дейді.
мяу иіскеп жүрсің ба дейді. Маған сол кезде өте обидно болып қалды. Сонда олардың көзінше мен андай адамға ұқсамайтын болып тұрмын ғой. Который бүкіл күш жігерін қолына жинап, күн сайын өзінің мақсатына жетем дегенше таянбай еңбек ететін адамға мен ұқсамайды екенмін. Мен больше ана адамға ұқсаймын. Құттаға иіскеп кеткен шығар, анау бля марафонить етіп дауы деген мен сондайға ұқсап тұрған болып тұрмын ғой да, значит. Денсаулыққа қарау керек. Көзіме теріскен шығып кетті жақында. Көріп тұрсыңдар ма? Ау? Түсінбедің? Да, өмірі ойламаппын. Екінші рет. Аяу, бірінші фразасы. Бля, дева екен, я? Үндемей отырады да, и теріскен бастағанда қанша болды? Осы бір 10 күндей болып қалды арнайыз. Ау? Ол не, стендап үшін жүрмін мен десемше. Жоқ, натуре кетпей жатыр просто. Сағып жатырмын, короче. Үйжет теріскен шыққан ғой. Жаңа осындай таныстарым бар да, интерес қуатын. Сөйтіп айтамын ғой, короче, теріскен шықты, не істеймін деймін ғой. Сен білесің ғой деймін ғой. Айтады, конечно, мен білем родной дейді да. Бля, қолым, бля, көзіме, аузыма тығайын деп жатыр ғой. Жан-жақтан қолдар шығып жатыр ғой, қасындағылар за компанию, что там родной көмек керек па деп ебать. Мен уверенмін, егер мен сол көшеде ұзақ тұрсам, ана самокатпен бір рандомный бір адам тоқтап, бүйтіп, ох, бля, деп все родной деп бүйтіп кетіп қалатын еді да просто. Жоқ, просто обидно да, кеңес сұрайтын адам саған бүйтіп тұр да. Әйтпесе ол досым 9 жыл Асфендияров медицина академиясын бітірген адам ғой, әйтпесе. Нейрохирург. Мен айтамын ғой, бля, дипломым бар, сен шарит ететін шығарсың. Конечно, родной дейді. Там же бүйтіп тұр ғой маған, бля. Соңында жалпы физикалық денсаулықтан бөлек менталды денсаулыққа да назар аударыңыздар, өйткені ол өте маңызды нәрсе. Жалпы психологқа барып жүрген, болмаса ниеттеніп жүрген адам бар ма? Психологқа бару керек еді деген. Мен бармадым, бірақ қызық үшін алдындағы ғаламтор желісінен бір психологтың сайтына кіріп, қызық үшін қарадым, типа, 1 сағатқа қанша алады екен. Сөйтіп 1 сағат приемы сол психологтың 40 000 теңге деп тұр екен. Мен сол бағаны көргенде, мен ішіндегі внутренний ребенок маған айтады ғой, бля, родной, бізде травма емес негізі, по идее. Что там хуйня ғой мына? Жырып кеткен, несіп кеткен. Хуйня. Түйін, өзгеріс деген жақсы. Егер де жақсы жаққа қарай өзгерсеңдер. Аманжан Махметов, дәс. Рахмет. Алаңыздар.